Бауыр неге ауырады? Белгілері мен емдеу жолдары. Оң жақ қабырға астындағы жайсыздық пен ауырлық сезімі бауыр ауруын білдіруі мүмкін. Бауыр іштің оң жағында қабырға астынан сәл төмен орналасқан. Бұл ас қорыту, темір, ақуыз, майлар, көмірсулар мен дәрумендер алмасу процесінде, сондай-ақ токсиндер мен оларды шығаруда маңызды рөл атқаратын көп функциялы орган. Бауыр ауруы тұқым қуалауға, яғни генетикалықта болуы мүмкін. Сондай-ақ бауыр жұмысындағы проблемаларға, вирустар, алкоголь өнімдерін тұтыну, семіздік және тағы да басқа факторлар себеп болуы мүмкін. Сіздермен бірге дертке дау арнасы. Құрметті оқырман, осы айдың соңына дейін 100 000 оқырманға жетуге атсалысуларыңызды сұраймыз. Ол үшін арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны баса кетіңіз. Сіздің оп-оңай, болмашы ғана әрекетіңіз бізді шабыттандырады. Егер ерлер мен әйелдердің бауырындағы ауырсыну туралы айтатын болсақ, онда оның көрінісінде ешқандай айырмашылық жоқ. Гендерлік фактор ауырсыну синдромының ағымына әсер етпейді. Дегенмен, бауыр аурулары ерлер мен әйелдерде әртүрлі ерекшелікпен жүруі әбден мүмкін. Сондай-ақ, әйелдерде тек өздеріне тән бірқатар бауыр ауруы бар. Ең алдымен бұл жүктілікке байланысты туындайтын бауыр аурулары, дейді гастроэнтеролог, гепатолог, терапевт дәрігер Андрей Якушев. Анатомиялық тұрғыдан бауыр ұлпасы капсуламен қоршалған. Қабынуға байланысты оның мөлшері ұлғайған кезде ол осы капсулаға қысым жасай бастайды. Ал капсулада ауырсыну кезінде сезілетін жүйке талшықтары бар. Яғни капсула созылған кезде бауырда ауырсыну басталады. Бұл оң жақ қабырға астындағы жайсыздық пен ауырлық сезіле бастайды. Бауырдың ұлғаюына соншалық біз оны қолымызбен сезе аламыз. Көбінесе оң жақ қабырға астындағы ауырсыну басқа ағзалармен, мысалы тоқ ішектің көтерілу бөлігімен, өт қабымен байланысты болады. Кейде асқазанның 12 елі ішектің ойық жарасына байланысты осы аймақта ауырсыну туындауы әбден мүмкін. Бауыр метаболитикалық себептерге байланысты бауыр аурулар кезінде бұрын бұл ауру майлы гепатиз деп аталды. Ағзадағы қан тамырларын бұзылуымен, инфекциялық зақымдалуымен, аутоиммундық бұзылулармен, эндокриндік бұзылулармен, жарақаттармен және басқа ауруларға байланысты ұлғаюы мүмкін. Бауыр қалай ауырады? Жоғарыда жазылғандай, бауырдың өзі ауырмайды. Ағза орналасқан капсула ауырады. Бауырдың зақымдануы кезінде туындайтын белгілерге тоқталайық. Қолайсыздық. Бауырдың ұлғаюы оң жақ қабырға астындағы жайсыздықпен сезілуі мүмкін. Көбінесе бұл тырысатын, түйіп ауыратын, бірақ шыдауға болатын ауырсынулар. Өткір ауырсыну бұл ағзаның көптеген ауруына тән емес және көбінесе өттегі тас түзілуі ауруына туындайды. Ауырсыну бауыр аурулар кезінде адам қабырға астындағы ауырлықты сезінуі мүмкін. Бұл белгілер бауыр капсуласының созылуымен, шек пен өт қабының ауруларымен, газ түзілуінің артуымен байланысты әбден болады. Сарғаю. Егер бауырдың зақымдалуына қатысты күдік болса, басқа белгілерге назар аудару керек. Бұл ағза ауруларының жиі кездесетін белгілерінің бірі терінің, көздің және шырышты қабаттарының сарғаюы. Ауыздағы ащы дәм. Сондай-ақ бауыр аурулары кезінде дене қызуы көтерілуі, ауызда ащы дәм пайда болуы, адам қатты әлсіздік сезінуі әбден мүмкін. Егер бұл белгілер пайда болса, дәрігер қабылдауына жазылу керек. Бауыр ауырған кездегі дәрігер кеңесі. Егер бауырыңыз ауырады деп ойласаңыз, дәрігерге бару керек. Белгілерін елемей және дұрыс емделмеу ауыр зардаптарға тіпті өлімге әкелуі мүмкін. Биохимиялық қан талдауын тапсыру керек. Егер сілтілі фосфатаның 2-3 нормадан жоғарылығы анықталса, АС-ті 6 жоғары болса, дереу дәрігерге бару керек. Маманның пікірінше бауырдың зақымдану белгілері пайда болған кезде ағзаға жүктемені азайту керек. Алкогольді, темекі шегуді, кейбір дәрі-дәрмектен бас тарту керек. Дегенмен, маманмен кеңеспей дәрі-дәрмектен өз бетінше бас тартуға болмайды. Бұл денсаулыққа пайдадан гөрі көп зиянын келтіруі мүмкін. Айқын әлсіздік, терінің сарғаюы.
мұрыннан және қызылдектен шамадан тыс қан кету сияқты геморрагиялық синдромды, оң жақта ауырсынуды байқаған болсаңыз, дәрігерге жазылу керек. Бірінші кезекте бауыр проблемаларының қандай белгілерін ескеру керек. Егер қатты әлсіздік, субфебриалды температура, терінің сарғаюы, бұрын болмаған қан кетулер болса, теріде көгерген жерлер пайда бастаса, бұл белгілерді ескерусіз қалдыруға болмайды. Егер туыстарыңыз сізді мүлдем басқа адам секілді болып жүрсің десе, бұл бауыр энцефалопатиясы деп аталады. Мұндайда бауырдың нашар жұмыс істеуіне байланысты ми зардап шегеді. Мұны сіз байқамайсыз, бірақ туыстарыңыз байқайды. Терінің қышуы сияқты маңызды белгілер бар. Егер терінің қандайда бір түсініксіз қышуы болса және бұл аллергиямен байланысты болмаса немесе нақты себебін білмесеңіз, онда гастроэнтерологқа бару керек. Бұл бастапқы билиарлы холангит сияқты сирек кездесетін аурудың белгілері болуы мүмкін. Бауырды тексеру ең алдымен кімдерге қажет? Біріншіден, скрининг аясында бауырды 30 жастан кейін тексеру ұсынылады. Кем дегенде биохимиялық қан талдауын тапсыру керек. Сонымен қатар, мына топтағы адамдар міндетті түрде бауырды тексеру керек. Артық салмағы бар, аз қимылдайтын өмір салтын ұстанатын, қандағы қанттың деңгейі жоғары қант диабетінен шалдыққан, созылмалы вирусты гепатит ауруы бар, алкогольді ішімдікті шамадан тыс тұтынатын, туыстарында бауыр ауруы бар адамдар, себебі анықталмаған бауыр ферменттері жоғары деңгейдегі жастар, иммундық аурулары бар адамдар, мысалы Шегрен синдромы, аутоиммунды тиреоидит немесе жүйелі қызыл жегі, өйткені олар көбінесе бауырдың аутоиммунды ауруымен байланысты. Метотрексат сияқты препараттарды ұзақ уақыт қабылдайтын, туберкулезге қарсы терапия қабылдайтын адамдар. Бауыр ауруы туындау қаупі кімдерге жоғары? Сондай-ақ белсенді жыныстық өмір салтын ұстанатын вирустық гепатит немесе ақтаиық жұқтыру қаупіне байланысты. Қанмен тұрақты байланыста әрекеттер орындайтын адамдарда дәрігерлер, полицейлер, құтқарушылар бауыр ауруы туындау қаупі өте жоғары. Балықты шикідей жеуге әдеттенген кейбір ұлт өкілдері де және адамдары да осы топқа кіреді. Себебі балық етін шикідей жеумен байланысты бауыр аурулары өте жиі болады. Видео пайдалы болса, жақындарыңызбен және достарыңызбен бөлісе кетіңіз. Сіздермен бірге дертке дауа арнасы. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық. Ауырмаңыздар, дендеріңіз сау болсын.